Түз жол деп айтып қоймайды. Түз жолны тұтқанларны жолында дейді Аллах Тағала. Түз жолларын тұтқанларны жолында баруға насып бер. Аллахта сен болуш деп аны тілейбіз Фатихада. Ал саатта не етеміз? Алайда интернетте бір екі адамның сөйлескенін ешті. Талай жерде мен аны қашанда айтып тұрайым. Саатта менге роликтен дейілі там немеде Иерусалимде Исламский университет барды. Анда чуытланы оқыталла, дінні жайла. Білмемеге ардер алай болған. Неде қытшырып тұрған саатта неге ештімейлі алай болған. Айта шөйек чуытладан да оқытқан етілі ислам дініне. Германияда оқытқан етілі, Америкада оқытқан етілі, Западта оқытқан етілі, факультетлер барлар, докторский диссертацияларны защищать етілі, гауырла, не үшін? Ислам дінге заран салу үшін. А біздіке не етілі? Оқымағалайда, жұқтан қапар болмағалай, кіме есе бірден ешкенме олайды. Болды, менге жұқта керек түлді. Аллахта Құранда не дейді? Аллайланы сүнен. Құл Ау наббикум бил ахсарина амалан. Мен сеңе дейді, ішлері ең бек құрғалан қапарын айтайым дейді Аллах Тағала айтады. Ішлері құрған, самый орысша айтсақ, ең банкротный адамлар, банкротқа түшкен ішлері бұла. Қапар айтайым дейді Аллах Тағала. Не дейді Аллах Тағала? Құл хал наббикум бил ахсарина амалан лезина далла сa'юхум фил хаяти дуния ва хум яхсабуна аннахум юхсинуна суна. Алла дейді, жолдары дүнияда ажашып дейді. Dünyada жолына жашқан екен. Жахил ажашмай мадар жоқты жамағат. Қараң адам ажашмай мадар жоқты. Жахил адам жол тұтқан, жолны түзін барған болса, Аллах Тағала жахилеріңізден барғыз дергет. Кімге nimet бергені сен аңызынан деп тілетіріп тілет. Қараңғыларыңыздан барғыз дергет Аллах Тағала. Аллах Тағала Құранда айтқанда: "Хал ястауи аллазина я'ламуна валлазина ла я'ламун." Тең болуқ мұлла білген адамлар бар, білмегерлер дейді Аллах Тағала. Фас'алу ахла зикри ин кунтум ла та'ламун. Білмесеңіз сорыңыз дейді білім ақылға, хабарыңыз жоқ болса дейді. Бізге жахиллеге сорыңыз деп Аллах Тағала бір жерде айтмаған. Жахиллеге жеткен жерде не дейді? Сен дейді адамлардың көбіне тыңласаң, тайдырықла сен жолдан дейді. Адамлардың көбі деген тәфсирге қалсаң жахиллеге айтылады жамағат.